Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін 31-ші сұраққа келдік. 31-ші сұрақ. Жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалдану түрлері. Балалар, білесіңдер ме? Өткен сабақта біз судың тасымалдау жолын өткенбіз. Талдағанбыз. Ал қазір бізге жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалдану түрлері беріліп тұр. Жауап нұсқаларын оқиын. Транскрипция, элонгация, антипорт, инициация, терминация, симпорт, трансляция, унипорт. Енді бұл жерде транскрипция, трансляцияны алып тастайық. Себебі бұл нәруыз синтезі, биосинтезінің кезеңдері. Енді элонгация, инициация, терминация, бұлар трансляцияның кезеңдері. Инициация, элонгация, терминация, трансляцияда болады. Бұндай алып тастайық. Сонда бізде не қалды? Бізде қалған 3 жауап қалды. Олар антипорт, антипорт дегеніміз не? Антипорт дегеніміз екі заттың қарама-қарсы екі бағытта тасымалдануы. Анти. Сонда екі заттың қарама-қарсы екі бағытта тасымалдануы. Тасымалдануы. Балалар, не арқылы? Жасуша мембранасы арқылы екі заттың қарама-қарсы екі бағытта тасымалдануын антипорт деп атаймыз. Келесі симпорт. Симпорт. Бұл дегеніміз бір мезгілде екі заттың бір бағытта тасымалдануы. Егерде мұнаны стрелка түрімен көрсететін болсақ, қарама-қарсы, ал мынау бір бағытта тасымалданып тұр. Енді ең соңғы жауабы унипорт. Унипорт. Унипорт дегеніміз бұл тасымалдаушы нәруіздің көмегімен жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалдануы. Көмегімен. Сонда жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалдануы міне жауабы 3. Антипорт, симпорт, унипорт. Келесі бізге берілген сұрақ, ол ДНК молекуласының репликациялану түрлері. Бұны да біз өткен сабақтарда өткенбіз. ДНК молекуласының репликациялану түрлері 3. Ол дисперсивті, бұл бытыраңқы екі еселену, бытыраңқы екі еселену деп аталады. Екінші жолы консервативті. Қазақша айтатын болсақ, ол сақтала екі еселену.
Үшінші жартылай консервативді. Ал қазақшалайтын болсақ, ол жартылай сақтала екі еселену. Міне. Енді біз ДНК-ның репликациялану түрлерін білдік, я? Енді жауаптарға қарайық. Дисперсивті бар ғой? Бар. Консервативті бар. Селективті, селективсіз, протомерлі, пуринді, пиримидинді және аллостерикалық. Бұл жерде жауап нұсқасы екеуі дұрыс. Енді бізде тағы да берілген сұрақ балар. Антидиуретикалық гормонның бөлінуінің бұзылуынан туындайтын ауру. Енді антидиуретикалық гормон дегеніміз не? Антидиуретикалық гормон ол вазопрессин болар. Вазопрессин. Біз бұны АДГ дейік. Антидиуретикалық гормон. Вазопрессин қайдан бөлінетін гормон? Ол гипофизден бөлінетін гормон. Естеріңде болса, есімізге түсірейік, я? Бұл вазопрессиннің негізі қызметі денедегі суды сақтау, қан тамырын тарылту болып табылады. Енді бұл жерде жауап нұсқалармен танысайық. Бірінші, алып әйел, қансыз диабет, Патау синдромы, алып еркек, Клайнфельтер, гипоксия, Эдвард синдромы, Пархон синдромы. Бұл жерде дұрыс жауап екеу. Бірінші, бұл қансыз диабет. Өзі диабет, қантты диабет, қантсыз диабет болады, балалар. Қантсыз диабет дегеніміз не? Бұл АДГ гормонның жетіспеуінен негізделген. Бұл жерде АДГ не істейді? Жетіспейді, минус дейік. Осы кезде сусыздану жүреді. Сусыздану. Екінші ауру ол Пархон синдромы. Пархон синдромы. Пархон синдромы бұл АДГ-ның гиперфункциясынан. Міне, сонда антидиуретикалық гормонның бөлінуінен туындайтын аурулар осы. Ол қансыз диабет және Пархон синдромы. Біреуі гипофункциясынан, екінші гиперфункциясынан пайда болып тұр. 34-ші сұрақ. 34-ші сұрақ. Гаметогенездің өсу кезеңінде жүзеге асатын процестер. Негізі гамета дегеніміз не? Гамета дегеніміз жыныс жасушасы. Гаметогенез дегеніміз жыныс жасушалардың дамуы, өсуі. Негізінен жыныс жасушаларын қалыптасу, өсу, дамуы деп жатамыз. Олардың өзі 4 аймағы болады: көбею, өсу, пісіп жетілу және қалыптасу. Енді гаметогенездің өзінің 4 кезеңі бар, балар. Гаметогенез дегеніміз жыныс жасушасының дамып жетілуі. Оның 4 кезеңі бар. Бірінші, жыныс жасушасының түзілуі, оның гонадаларға ауысуы. Гонада дегеніміз жыныстық жасушалар. Енді осы жыныстық жасушалар митоз арқылы көбейеді. Бұл екінші кезеңі. Үшінші кезеңінде митоз емес, мейоз нәтижесінде
әрбір жасушадағы хромосома саны 2 есе азаяды мейоз нәтижесінде. Төртінші, ол гаметалар жетіледі және жіктеледі. Бұл гаметогенездің 4 кезеңі. Енді бізге осы гаметогенездің өсу кезеңінде жүзеге асатын процестер дейді. Бұл кезде қандай нәрсе жүзеге асады? Өсу кезеңі сперматогенезде де, овогенезде де жүреді. Енді осыларды қарайық. Бірінші, жасушалардың көлемі ұлғаяды. Міне дұрыс жауаптың біреуі осы. Көлемі ұлғаяды. Екінші, бірінші мейоздың интерфазасы жүреді. Дұрыс. Екінші дұрыс жауабы бірінші мейоздың интерфазасы жүреді. Келесі, екі есе азайған хромосома түзіледі. Жоқ, бұл өсу кезеңінде түзілмейді. Екінші реттік овоциттер пайда болады. Және екінші реттік сперматоциттер пайда болады. Жоқ, себебі өсу кезеңінде екінші реттік емес, бірінші реттік сперматоциттер мен овоциттер пайда болады. Одан соң екінші мейоздың метафазасы жүреді. Жоқ, дұрыс емес. Жасушалардың көлемі кішірейеді. Біз көлемі ұлғаяды дедік, сондықтан бұл автоматты түрде сызылып тасталады. Бұл дұрыс емес. Және екі еселенген жұп хромосома түзіледі. Міне дұрыс жауап осы. Екі еселенген жұп хромосома түзіледі. Міне сонымен бізде 34-ші сұрақ талданды. Енді 35-ші сұрақ. 35-ші сұрақта былай дейді. Нүктелік мутация түрлері. Енді бұл жерде біз мутацияны есімізге түсірейікші. Мутациялар қаншаға бөлінеді? Бірінші гендік немесе нүктелік мутациялар, екінші геномдық мутациялар, үшінші хромосомалық мутациялар, төртінші цитоплазмалық мутациялар. Енді бізге осы нүктелік мутация түрлерін сұрап тұр. Дұрыс берілген бізге жауап нұсқалары: транзиция, мутатор, делеция, аллополиплоидия, инсерция, гетероплоидия, антимутатор, автополиплоидия. Бізге бұл не айтып тұр? Енді біз есімізге түсірейік. Гендік мутация бұл екіге бөлінеді. Гендік мутация. Бірінші, нуклеотидтердің орын ауыстыруы. Орын ауыстыру. Екінші, есептеу қатарының жылжуы. Енді қарайық. Сонда гендік мутацияны кейбір кезде біз нүктелік мутация дейміз. Нүктелік мутацияның екіге бөлінеді. Бірінші, нуклеотидтердің орын ауыстыру, екінші, есептеу қатарының жылжуы. Енді осы нуклеотидтердің орын ауыстыруында екі нәрсе бар. Ол бірінші, біз мына жерге жазайық балар. Бірінші, ол транзиция. Транзиция дегеніміз не? Бұл бағытын өзгертпейтін нуклеотидтердің жұбының орын ауыстыруын транзиция дейміз. Ол нуклеотидтердің орын ауыстыруына жатады балар. Ал екінші, трансверсия. Біздің жауап нұсқамызда трансверсия жоқ. Бұл бағытын өзгертетін нуклеотидтердің жұбының орын алмасуын айтаймыз. Трансверсия деп. Бұл жерде тек қана транзиция бар.
бұл жерде бағанағы есептеу қатарының жылжуында бізде инсерция бар. Ал жауап нұсқасында бізде инсерция дегенді көріп жатырмыз. Инсерция. Бұл инсерция болады, және делеция деген жауапты көріп тұрмыз. Екінші делеция. Бірінші транзиция, екінші инсерция, үшінші балар делеция. Сонда есептеу қатары, мынау есептеу қатарына екеуі жатады. Инсерция мен делеция, нуклеотидтердің орын ауыстыруына транзиция жатады. Сонда жауап нұсқасында үш жауап дұрыс болып тұр. Транзиция, инсерция, делеция. Енді делецияны біз өткенде бұны хромосомалық мутацияда, бұл термин бізге таныс. Хромосомалық мутация, хромосома ішілік мутацияда, хромосома ішілік мутацияда осы делеция деген сөз болған. Бұл делецияда, гендік мутациядағы делецияда нуклеотидтер жұбының түсіп қалуы дегенді білдіретін ұғым деп ұғыңдар балалар. Жақсы ма? Енді сонымен біз 35-ші сұрақта қандай мутацияны талдадық? Гендік мутация. А мутациялар қаншаға бөлінетін еді? Төртке. Гендік, геномдық, хромосомалық, цитоплазмалық. Гендік мутацияның екі түрін міне жазып көрсеттім. Сонымен біз балалар қанша сұрақты талдадық бүгін? Біз 35-ші сұрақты талдадық. Біз бір нұсқаны түгел талдап шықтық. Сендерге сұрақтар, жауаптары дұрыс түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.